Сәлем достар, сіздермен қазақша шахмат каналы және бүгін мен сіздерге гамбит стаффордан үйрететін боламын. Гамбит стаффорда қараларға болады және де бірінші ходта ақтар E4 жүреді, қаралар E5 жүреді және де олар біздің пешканы нападать етеді. Біз тоже нападать етеміз, олар жейді, біз жемейміз. Біз оның қойына нападать етеміз. Ол жейді, біз жейміз. Және де осы кезде пешканы қорғау керек. Және де олар қорғаған кезде, неге пешкамен қорғаған десеңіздер, слонды да ашуы мүмкін, осылай жүру мүмкін. Осы кезде біз жай слонды шығарамыз развитияға, олар связка қою мүмкін. Болды. Енді связка болыпты. Біз слонды қумаймыз. Біз пешканы жейміз. Бұл біртүрлі бір көрінеді, себебі тегін ферзь беріп тұр. Олар жесілгенден соң біз шах береміз. Оның қашатын бір ғана жол бар. Ол жүреді, одан кейін мат қоямыз. Ал егер де осы кезде олар қойынды жесе, біз шах береміз. Ол жейді, и бітті. Біз оның ферзін ақ қоямыз. Ал егер де ол жемейік, былайға шах, оны мәжбүрлеп жегіземіз. Ол жейді, біз оның ферзін жейміз. И одан кейін әрі қарай өздеріңізбен де, ақылдарыңызбен де ұтсаңыздар болады. Бұл моментта біз өте көп нәрсе ұттық, және де біздің позиция өте жақсы. Себебі ақтар рокировкасы қалып, біз рокировка жасай аламыз. Одан кейін бізде артық уәзір бар, және де корольға нападать ету оңай, оның позициясы жаман болып тұр. Әрі қарай өздеріңізге ұтсаңыздар болады. Және де көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған қазақша шахмат каналы.